Наурыз көже қазақ халқының ұлттық тағамы. Наурыз көжені әдетте наурыз мерекесі қарсаңында дайындайды. Қазақтың жаңа жылы наурызда жасалатын ұлттық сусынды жасарда, ұлы күні қазан толса, ол жылы ақмол болар деп айтқан. Сондықтан көже барынша мол дайындалады. Назарларыңызға ұлттық сусынымыздың пайдасын ұсынамыз. Көженің құрамы 7 түрлі өнімнен құралған. Наурыз көже тек мерекелік сусын ғана емес, ол адам организмінің қайта қалпына келуіне көмектесетін дәрумендердің мол қоры. Су тағамның негізгі құрамдас бөлігі. Сусыз тіршілік жоқ. Организміміздегі барлық зат алмасу процесі судың қатысуымен жүреді. Осы себепті адам аштықтан гөрі шөлге шыдамсыз болып келеді. Тек адам ғана емес, су табиғаттың көзі. Тіршілік атаулының бәрі суға тәуелді. Еттің қоректік құнарлылығы мол, негізгі тағамдық өнім болып табылады. Оның құрамының 73-77% су, 18-21% ақуыз, 1-3% май құрайды. Сонымен қатар В1, В2, В6 секілді дәрумендерге бай. В1 дәрумені ағзаға зат алмасу үшін қажет болса, В2 жарақаттың тез жазылуына көмектеседі. В6 дәрумені балаларда бойдың өсуіне, қанның көбеюіне әсерін тигізеді. Етте бұлардан бөлек фосфор, темір, мырыш секілді элементтер бар. Сүт ақуыз, дәрумендер мен минералды заттарға бай. Сонымен қатар иммунитетті күшейтіп, тұмау секілді аурулармен күресуге көмектеседі. Сүттің құрамында А, Д, В2, В12 дәрумендері мен калий, фосфор, магний, натрий, темір, фтор мен иод көп мөлшерде кездеседі. Сорпа. Халқымыздың еттің сорпасын жоғары бағалаған. Сорпаның бойында тағамға салынған бүкіл заттың пайдалы қасиеті шығады. Ет жеген соң қазақтың сорпа ішетін жақсы қасиеті бар. Сорпа ас қорытуға көмектесетін жұғымды тағам. Жарма. Арпа бидай ас екен дейді халқымыз. Арпада қанның гемоглобинін жақсартатын пайдалы заттар болады. Ал бидайда кальций, калий, магний, темір, фосфор сынды минералдар бар. Күріш, тары, бидай, арпаның қайсысын алсаңыз да жұғымды, калориялы көмірсуға бай келеді. Тамақ құрамында көмірсу болмаған жағдайда тамақтағы май толық сіңбейді де денсаулыққа зиян келтіреді. Көмірсу өсімдік өнімдерінде өте көп. Сонымен қатар сүтте, бауырда болады. Тұзды тамаққа дұрыс салуды маңызы зор. Өйткені тағамға сіңбей қалуы мүмкін. Сондықтан тұзды етке пісерден жарты сағат бұрын салған жөн. Тұз адам организмінің қалыпты жұмыс істеу үшін бірден-бір қажетті зат. Тамақтың дәмін кіргізуден бұрын ас тұзы жасушаның су мөлшерін жөндеп, асқазан сөлін тұз қышқылымен қамтамасыз етеді. Сонымен наурыз көженің қасиеттілігі мерекелік ас болғанында емес, адам ағзасына берер қуаты мен нәрінде. Өйткені қыстан шыққан адамның ағзасын қалпына келтіру үшін нәрлі ас ішу керек. Заманауи тілмен айтқанда, көктемгі авитаминозбен күресудің тиімді амалы. Ал сіздер наурыз көжені қалай дайындайсыздар? Комментарийге жазып кетіңіздер. Соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде қоңыраушаны басып тіркеліп қойыңыздар.